Қайырлы уақыт отандастар. Болат Назарбаевтың қызы Гүлмираның қасында жүрген жігіттер Қайрат Нұртастың Гүлмираға қалай жылап келгенін айтып берді. Қайрат Нұртас баласы сияқты жүрді ме сонда Гүлмира ханым? Енді баласы сияқты емес, бірақ енді тойларына дегенде келеді ғой. Көмектескен Қайратқа негізі. Қалай көмектескен? Қайратқа көмектескені бар, өз көз алдымызда. Соны айтып берсеңіздер қалай көмектескен? Мынандай болды, жаңағы папасының тойы өтті, туған күні өтті. Сонан кейін Қайраттар ол кезінде Төреғали бар, бәрі ақшамен келді ғой. Бәрі ақшамен келді. Үлкен жұлдыздар бар, одан да бөлек. 2-3 күннен кейін хабарласты, осындай деп Қайрат Нұртас жасып жатыр деді. Дедік. Сонан кейін жоқ, как раз сол кезде айтқан, ол кісі той өткеннен кейін, мына Қайрат Нұртас кезінде қанша көмектесіп едім, ұялмай кеше ақшамен келіп тұр деп. Жарайды, біз білмейміз ғой жағын. Иә деп жүре бересің сон. Бір кезде сол айтқан жоқ, бір кеште бір сообщение келеді. Осындай мен Қайрат Нұртас сізді кездесейін деп едім, әпке проблема болып тұр деп. Қайрат Нұртас айтады, иә? Гүлмира қызына. Иә, жазып жібереді деген. Сөйтіп келеді, содан кейін Жарар деген офисі бар Қаскелеңде. Сол жерге келеді, сөйлеседі, анау осындай бір жағдай болып қалып еді, біреуге қарыз едім, бір бәле деді. Өздері сөйлесті аржа. Содан кейін сөйлескеннен кейін бермейтін болып шешті қойдым, ол кісі айтты, ақша жоқ менде деді. Менде ондай ақша жоқ деді. $70,000 ма сондай сұраған екен. Кім сұрады? Қайрат. Содан кейін біз енді бер жақта тұрғаннан кейін, әңгімелерін араласпағаннан кейін сол Қайрат былай үшеуміз шығып былай сөйлесіп тұрсақ, соны енді бауырларым, енді сендердің сөздерің өтеді ғой. Сіздерге келді ме? Иә. Сендердің сөздерің өтіп тұр ғой, бауырым, қазір жаным, күнім. Енді Қайрат өлтіргенді өлтіреді. Солай образын айта алмай тұрмын, бірақ ол образын айтты да кәдімгідей. Мен өзім жаным ашып кетті андай. Шыны керек, мен қолымда болса мен бере салар едім. Қайрат Нұртасқа. Иә, Қайрат Нұртас қой. Қайрат Нұртас қой. Кісіге енді ол кісі бедайып кейін ойлап қараймын, ол кісі оказывается өзі де бір бөлек звезда екен ғой, Гүлмира әпкемізде. Жоқ деді менде ақша. Ренжісі бар, анау бар, мынау бар. Сосын Қайрат біраз жүрді, тұрды, сөйледі. Как раз бір әніміз бір ақын жіберіп қалды. Қайрат мен сөзін қарап жүрсем, анау дату ақынды қойып, әннің сөзінің бір-екі жерін өзгертіп жүр. Қайрат Нұртас. Ё-мое деген соң, енді опыт бар, бір жағынан оны таңғалмайсың. Соң біраз тұрды да, жәке бір әпкелеріңе бір ауыз айтып, мен қолдап жүрсеңдер осындай кезде деп. Жылы сөздер. Алтын көпір болды деп тұр ғой. Алтын көпір болып тұр. Сөзіміз өтіп тұрған көрініп тұрған жерде. Уже сөйтіп жәке бір ауыз айтыңыздаршы. Қатты қиналып тұр, мен ертең ақшаны тауып бермесем қиын болады, машинамды тартып алады деп айтыр да. Содан кейін Яков бұл жерде казинода ұтылып қалған сондай әңгіме бар да. Содан ол бізге қызық емес болып тұр ғой. Сонымен енді ана кісінің алдыда тойлар көп екенін білеміз. Өйткені ана кісіге өзі бәрібір сол шақыратынын біліп тұр ғой бір жағынан. Сосын айттық, әпкені былай шақырып алып кетіп қала ма, ән жазуға енді может танымал болып кетуімізге деп деген ой болды. Жәке айта беріңіз. Содан кейін бізде сол ой болғаннан кейін сосын Саматқа айтты, Самат давай айтып жіберейік, ештемеміз кетпейді қазір. Сосын жаңағы кісіні былай шақырып алдық та, әпке көмектесіп жіберіңіз бір жолы. Гүлмира қызын шақырып алдыңыздар. Иә, былай бөлек шығып әпке шақырып алғанда емес, бөлек шығып енді бір здания жүріп. Иә, бір ақылдасып, бір зданияда жүріп сол. Ақылдасып әпке көмектесіп жіберіңіз енді. Бұл да бір ініңіз ғой. Кімде қателік болмайды. Бәріміз бір өнер саласында жүріп көмектесіп жіберіңіз енді. Түрімізге қарады да, сендер ойланып айттыңдар ма? Енді әпке көп тұрсын, көмек қиналып тұр. Қиналып тұрған адамның көмектескен дұрыс. Ертең бәлкім бізге қарымта қайтаратын шығар. Ән жазатын шығармыз бірге. Бізге де бір септігі тигізетін шығар. Қазір өнерде ақырындап жұмыс жасап жатыр. Бірімізге септігіміз тиетін шығар деген оймен сөйтіп айтты, байқаңдар деді. Мен бұларға сене бермеймін деді. Өйткені бұлар көмек алады, ертең ұмытып кетеді деді. Енді әпке бұны бала ұмытпайтын шығар деді. Егер ұмытатын болса бір бәріміз көміз ғой мына жерде. Ұмытатын болса ертең ұяты болса оны да айта жүреміз деп. Сөйтіп жаңа көндіріп не қылып папасына хабарласып, Болат аға хабарласып, әпкеміз ары барып өзі сөйлесіп, сөйтіп мән жағдайын түсіндіріп, сөйтіп ақшасын алып берді. Қанша қаражат? $70,000 ма? $70,000 қарызға. Осыдан қанша жыл бұрын? 16-та ма екен? 2016-та. Қазіргі примерно бір $150,000 тең ғой ол кезде. $70,000. Енді ол кезде нағыз ақша, доллардың құны өзі ғой. Ол кезде білмеймін, брат.
ақша алып берді, соны білемін, бірақ құн жайлы брат, құн жайлы ойлайтын ол кезде біздің жағдайымыз болады. Өйткені көз алдымызда бәрі өтіп жатты ғой Нұреке. Ақша оңай келді, кеттік, көрдік, келіп жатыр, бізге түсініксіз болып жатыр бәрі нәрсе. Бірақ себепкер болуымыз керек болды, біз себепкер болдық, оның сөзін сөйлеп бердік ана жерде. Өнер адам болған. Тікелей егер сіздер Қайрат Нұртасқа ақшаны бер деп Гүлмира Болатовнаға айтпасаңыздар, Болат қызына, ол кісі бермейтін еді. Ренжіп тұрды ол кісі. Ренжіп тұрды Қайрат Нұртасқа. Өйткені талай көмектестім, бана айтып отыр жәке. Көңіл қалып қойған да. Әншілер ол маймыл болған адамды нағыл айтады ол кісі. Әншілер кім? Әншілер маймыл деп айтады. Маймыл деп айтады. Ертең ол сенің көмегіңді көреді, ертең лақтырып кетеді дейді. Сенбейтінбіз, өйтіп айтса реніш бар деп. Сөйтсек кейбір әншілерді енді постоянно тойға ақшамен шақыра бермейді ғой. Бір кезде папарацци етеді бір әншілерден, келіп бересіңдер ма, мынау менің туысқаным еді деп. Нағашылар көп, туысқандар көп болғаннан кейін ана әншілер келмей қояды ғой. Сонымен 70 мың доллардың тағдырын тікелей өздеріңіз шештіңіздер, бердіңіздер. Енді сұрақ, Қайрат Нұртастан ол 70 мың доллар сіздер арқылы берілген шығар қайтадан, Гүлмира Болатовнаға? Әкесінде не деген мыс ақша ол? 70 мың доллар анаған бере салатындар, мынаған бере. Жоқ, енді қарап тұрсаңыз, Нұреке, ол Қайрат мындай ғой. Жоқ, бабасынан қалған мұра бар ма деймін да? Нұреке, оны біз білмейміз ғой. Ол кісімен сөйлесе алатын адамдар емес қой. Жаңа біз айттық, просто айттық, сондай бір нәрсеге себепкер болдық Нұреке. Бір сөздеріңізде сіздер Қайрат Нұртас жалпы бізде сондай мүмкіндік болып тұрған кезде, көмекшісі болған кезде екі қолмен келіп амандасады деп қалып едіңіздер. Қазір екі қолмен амандасамыздар ма? Ол Қайратты көрмейміз де ғой. Аэропорттан көргенбіз ғой. Қашып. Кімнен қашты? Менен қашып жатыр деп. Қайрат ассалаумағалейкум деп машина амандасады. Адам көмектескен адамына жүгіруші еді, адамдар көмектескен адамнан қашатын істеген. Енді бұл қалай болды? Енді ол қашуда себеп ойлаймын, мен айтқан нәрсесін орындамады да. Дуэт жасамыз дедік. Кіммен дуэт жасамыз дедік? Қайратпен. Қайрат ән онша емес, мынау онша емес. Короче, отмазка жасады ғой бір жатқан кезде. Мынау дұрыс емес. Мен айтамын, сен айтсаң онда сен тапсай әнді деп айтамын ғой. Мен андай адамға жылы сөйлеймін де, егер не дұрыс емес па, оған наглый сөйлеймін де, өйткені ол жақсы сөйлегенде түсінбейтін адамдар ғой. Сөйтемін де айтамын, сен онда тапсай әнді. Қырылысып қалған кездеріміз болды, енді жігіт болғаннан кейін болады ондай. Содан адам, мен білмеймін, оны бір нәрсе қылып ондай бір дәрежені түсіретіндей нәрсе. Сонда андай әңгіме ғой, ол бекер болмайды ғой. Саған әпкеміз де не болды ал сөйлесіп едіңдер ғой, сұрамайсыңдар ма дуэттеріңде деген әңгімелер болады да, стол үстінде. Иә, тигізіп айтады. Сонан кейін сұрайсың ғой, әйтпесе. Гүлмира ханым, Дариға Назарбаева, Динара, жалпы Әлия Назарбаевалармен араласатын беді? Ол жағын білмейді екенбіз. Оны жағын шыны керек, вообще білмейді екенбіз. Жоқ, енді сіздер той томалақта болдыңыздар ғой, сол кісі келетін? Мен көрген жоқпыз. Мен вообще Дариға Назарбаеваны вообще көрмедім. Көрген жоқсыздар? Вообще өмірде көрмедім. Аха, ол кісінің Болат мырзаның сіздер 70 жасында болдыңыздар, иә? Дұрыс өйтіп жасадыңыздар. 71, 78, 73 дейін жасадыңыздар енді, басқасын өздеріңіз болдыңыздар ғой. Сол кезде әулеттен кім келетін еді енді? Мен ол кезде деген. Біз әншілер жағында енді ол жерде қонақ. Жоқ, енді былай көресіздер ғой енді, мысалға Динара ханымның түрін білесіздер, Дариға Назарбаеваның түрін білесіздер, Әлия ханымның түрін білесіздер. Онда үлкен кісілер көрмедік. Бір көрмеппін. Самат Әбіш. Жоқ, шыны керек. Сатыбалды мырза. Сатыбалды мырзаның көрген. Түрін ол кезінде мен шыны керек, Сатыбалды мырзаны түрін білмейтінмін де. Бүйтіп қарамайтынбыз, мынандай олардың семьясын даже түгендей алмайтынбыз. Бізде интерес болмаған ғой. Елдер еді ғой. Елдің бәрі сұрайды ғой, елдер еді. Бүйтіп сұраған кезде мен оны білмейміз ғой шыны.